Бүгін сіздермен банан шоколаде жасаймыз. Өте дәмді шығады. Біздің видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Дәл осындай банан мен шоколадты жасағыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз және лайк басып өзіңізге сақтап қойыңыз. Достарыңызға жіберуді де ұмытпаңыз. Алдымен бананымыздың қабығын осылайынан ашып және бірнеше бөлікке бөлеміз. Мен бір бананды осылайынан 3 бөлікке бөлдім. Енді жаман жерлерін дәл осылайынан етіп алып тазаладым. Үйде осындай мороженыйдың ағаштары бар, соны әр қайсына қадап қойдым. Сіздерде жоқ болса, сатып алып дәл осылайынан істеуге болады. Барлығына дәл осылайынан етіп қадап шықтым. Енді біз шоколадымызды ерітуге кірісеміз. Осындай Қазақстан шоколадын алдым. Оны сақтап бөліп, ыдысқа салып қойдым. Сосын біз қайнап тұрған суға бұл шоколадты езетін боламыз. Міне осылайынан етіп шоколадты суға салып езіп алдым. Шоколадымыз өте қою болып кетпеу үшін сұйық май қосып жібердім. Және тез арада бананымызды малып істеуіміз керек. Өйткені бұл шоколад өте жылдам қатып қалады. Не көріп тұрсыздар, жәнегі біз ағашқа тығылған банандарымызды шоколадқа малып, дәл осылайынан етіп тақтайымызға қойып шықтым. Барлық бананымызды шоколадқа малып қойып алғаннан кейін морозильникке 15 минутқа қатыруға қойып қоямыз. Шоколадпен өте жылдамдықпен жұмыс жасамасаңыздар, аяғында шоколад қатып, дәл осы менікіндей бұжырланып кетуі мүмкін. Аяғында 1-2 бұжырланып кетті, бірақ ештеңе етпеді, дәмі барлығы бірдей болады. Біз үйге жасағандықтан әдемілеп сәндемедік. Сіз өз қалауыңыз бойынша сәндеуге болады. Жасап көріңіз.